Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Дамир КРМП. Экранның ар жағында тамақ ішіп отырған жандар болса ас болсын. Бүгінгі видео қарапайым қазақтың бірінші сериясы. Қарапайым қазақ қалай өмір сүреді, қалай ақша табады, қалай дамиды, бәрін осы видеодан көресіңдер. Видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Видео басталмас бұрын айта кетейін, егер Black Russia ойынын жаңадан бастап жатсаңыздар, Black Russiaға кіріп өз аккаунтыңызды тіркегеннен кейін Вологда серверін таңдаңыздар. Парольдеріңізді қойып, тіркеу кезінде мені Дука Мажорка деген никнейммен тіркелсеңіздер, 3-ші уровеньге жеткенде сыйлықтар беріледі. Достар, каналда 500 оқырман болған кезде сіздерге тегін 2 Black Pass ойнататын боламын. Сол үшін әрбір видеоға лайк басып, тіркеліп, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Ал ендеше видеоға кеттік. Мен семьяға ЕПП тачка қосып бастаған болатынмын. Себебі ЕПП тачка бұл конты вышкаға барғанда өте ыңғайлы болып келеді. Егер сендер өз семьяларына қандай тачка қосарларыңды білмей жүрсеңдер, әрине ЕПП тачканы ұсынар едім. ЕПП тачканың арзан әрі тез жүретін түрлері өте көп. Мен көріп тұрғандарыңыздай бір емес 2 ЕПП тачка қосқан болатынмын. Және де ревардында толып қалған машиналарды госқа сатып бастаған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші Ниваны, одан кейін Black Pass'тағы 60-шы левелді беретін тачканы госқа сатқан болатынмын. Календардағы бусикті де госқа сатып, соңғы қалған Приораны да госқа саттым. Бұл платный Black Pass'тағы ВМБ. Қазіргісі до түрі, яғни сток тюнингтап болғасын после түрін көрсететін боламын. Мінекей, спорт салатын жерге де келіп жеттік. Әдетте Black Pass тачкілерінің бір деталы 80 және 130 мыңның аралығы болатын. Міне айтқанымдай бір деталы 127 мың екен. Міндетті түрде орнатамыз. Келесі торымызға кіріп 127 мыңға орнатамыз. Дәл солай келесіне кіріп 127 мыңға спортты орнататын боламыз. Және соңғы спорт прошивкасын орнатамыз. Себебі ол машинаның жылдамдығына өз әсерін тигізеді. Нитроны да ұмытпай міндетті түрде 12-сін орнатамыз. Ол тоже 127 мың тұрады екен. Мінекей барлық нитро және прошивкалерін орнатып болған болатынбыз. Ендеше бұл БП тачканың жылдамдығын тексеріп жіберейік. Әдетте БП тачкалерінің жылдамдығы өте мықты болмайтын. 150 скорості бірден алды, 200-де не деген жылдамдық? Толық скорості қанша екен? 136 өте мықты, өйткені бұл БП тачка. Жолда Южниға ВМБ-ның внешкасын жасауға бара жатқан едім. Сөйтсем РП процесс болып жатыр екен. Бұндай процесстер біздің серверде күнде бола бермейді. Сондықтан құрмет көрсетіп машинаның паспортын және өз паспортымды бердім. Достар, егер де сендердің серверлерінде дәл осындай РП процесс орын алып жатса, қатысуға шақырамын. Себебі бұл ойынның қызығын және шырайын кіргізеді. Менің тачкам новый болғандықтан менде номер болмады. Сол себепті мен ол жерден қашып кеткен болатынмын. Мінекей Южнидағы машинаның внешкасын жасайтын жерге де келіп жеттік. Бірінші міндетті түрде ең бастысы машинаның түсін өзгертейік. Мен машинаның өзінің родной винилін алғым келмеді. Сол себепті өз винилмен келетін қара түсті алған болатынмын. Ол 26 мың рублей тұрады екен. Келесі фар, яғни фарды қандай түс қыларымды білмедім. Ақыры ойлана келе сол ақ фарында қалады. Келесі бұл стробоскоп. 4-ші номердегі стробоскопты алған болатынмын. Машинаның астындағы подсветкісіне көп ойлана қойған жоқпын. Өзімнің семьямдағы машиналардың подсветкісі секілді ақ түсті таңдадым. Достар, осы ВМБ-ның рейнгі қанша, соны комментарийге жазып кетіңіздер. Және де мен осы видеоның ортаңғы жақтарына бір сөз жасырып кетемін. Соны тапқан адамдарға сыйлықтарым бар. Тонировканы қап-қара қылдып, яғни 100%-ға қойып қойған болатынмын. Себебі тонировкасыз машинаның түрі келмейді. Достар, сендердің ең сүйікті машиналарың қандай? Комментке жазып кетіңдер. Соңғысы міндетті түрде дальний светті де орнатуды ұмытпаймыз. Мінекей достар, бұл ВМБ-ның после түрі. Внешкісі қандай болды? Комментке жазып кетіңіздер. Оннан қанша бересіздер? Достар, одан бөлек мен семьяның егін цветной қылды өзгерткен болатынмын. Бұдан бұрын простой ақ болып тұратын еді. Достар, бұл мен ютубтағы алғашқы видеом. Қолдау күтемін. Қателіктер болса түсіністікпен қарайсыздар деп сенемін. Алдағы уақытта сіздерге қызықты видеолар шығаруға тырысамын. Семьяның егі бұрынғыдан қарағанда жақсы болып қалды деп ойлаймын. Ойларыңызды комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар.